Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы функцияның қасиеттері. Құрметті оқушылар, функцияның қасиеттері бірнеше сабақта берілген. Соның беріліп бірнеше мақсаттарға бөлінеді. Мақсатымыз, бүгінгі сабақтың мақсаты функцияның қасиеттерін анықтай алу. Келесі мақсат, функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін сипаттай алу. Сіздер осы уақытқа дейін білетіндеріңіз функция, анықталу облысы, мәндер жиыны, функция графигін қарапайым түрлендіру, функцияның графигі, функцияны беру тәсілдері. Жаңа тақырыпқа байланысты анықтама. Егер d жиынында x1 кіші x2 болатындай кез келген x1 мен x2 үшін fx1 кіші fx2 теңсіздігі орындалса, онда осы жиында fx функциясы өспелі деп аталады. Енді құрметті оқушылар, осы графикқа көңіл бөлеміз. Дәптерімізге сызып аламыз. OX, Y координатасын сызамыз. Осы координатада мына нүктелерді белгілейміз. X1, X2, Fx1 және Fx2. Жаңағы анықтаманың шарты бойынша X1-іміз кіші X2-ден. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, көрдіңіздер ме? X1-іміз кіші X2-ден. Келесі Fx1-іміз кіші Fx2-ден. F1-іміз кіші Fx2 теңдігі орындалады. Осы жиында F функциясы өспелі деп аталады. Міне, дәптерімізге сызып аламыз осы өспелі функцияның графигін. Келесі кемелі функция. Егер d жиынында x1 кіші x2 болатындай кез келген x1 мен x2 үшін fx1 үлкен fx2 теңсіздігі орындалса, онда осы жиында, яғни мына d жиында fx функциялы кемелі деп аталады. Енді құрметті оқушылар, мына графикқа көңіл бөлеміз. Яғни x1, мына x1-іміз, міне мына жерде, x2, яғни x1-іміз кіші x2-ден. Және fx1-іміз, не, көріп тұрсыздар ғой, ол үлкен fx2-ден. Осы жағдайда теңсіздік орындалғанда бізде функциямыз кемімелі деп атайды. Осы графикті функцияны дәптерлерімізге сызып көрсетеміз. Енді құрметті оқушылар, мысалға көңіл бөлейік. y-тен -3x жазып аламыз. y-тен -3x функциясының кемімелі екенін дәлелдейік. Анықтама бойынша аргументтің кез келген үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес келсе, онда функция өспелі болады. Ал x1 үлкен x2 болсын, y1 және y2-нің мәндерін табайық. Сонда y1-дің тең болады -3x1 деп жазамыз. Және y2 тең 3x2 деп жазамыз. y1 y2 айырымын қарастырайық. y1 y2 айырмасын қарастырайық. Енді осыдан y1 y2 айырмасының өрнегіндегі y1-дің орнына -3x1-ді және мына өрнектің y1 және y2 айырмасының орнына y2-нің орнына -3x2-ні қоямыз. Сонда y1 -y2 айырмасы жазылады.
3x1, оны біз мына жерден әкелдік. Минус 3x1, мына жерге әкеп қойдық. Минус мына минусымыз. Және берілген y-тен y2-міз тең минус 3x2 мына жерге жақшаға алынады. Осыдан біз Арман қартай мынандай теңдік аламыз. Минус 3x1 қосу 3x2. Мына жерде неліктен қосу болғанын білесіздер. Мына жақшаны ашқан кезде бізде мынандай өрнек пайда болды. Осыдан ортақ көпіткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни ол минус 3, x1 минус x2 болады. Осыдан x1 үлкен x2 болғандықтан x1 алу x2 айырмасының мәні 10 болады. Осыдан y1 y2 айырмасы 0-дан кіші. Онда y1 кіші y2 болады. Берілген тақырыпқа байланысты функцияның өсу және кему аралықтарын анықтау. Функцияның өспелі болатын аралықтары функцияның өсу аралықтары деп аталады. Және де функцияның кемімелі болатын аралықтары функцияның кему аралығы деп аталады. Егер x-тің барлық мәні үшін fx модульдағы кіші немесе тең m болатындай қандай да бір m саны бар болса, онда fx функциясы шектеулі деп аталады. Сонымен, егер fx модульда кіші немесе тең m болатын болса, яғни біздің функциямыз, онда функциямыз шектеулі деп аталады. Және де шектеусіз функция. Егер ондай сан болса, онда функциямыз шектеусіз деп аталады. Мына функцияға графикқа көңіл бөлек координата осында. Мында бізде шектеусіз функцияның графикі салынған. Y тең f жақшасында fx, яғни бұл шектеусіз функциямыз. Егер x-тің барлық мәні үшін fx кіші немесе тең m болатындай қандай да бір m саны бар болса, онда fx-іміз жоғарыдан шектелген деп аталады. Мына графикқа көңіл бөлеміз. Жоғарыдан шектелу дегеніміз, міне m санын көріп тұрсыздар. Бұл біздің функциямыз y тең fx. fx яғни кіші немесе тең m санына. Онда біздің функциямыз жоғарыдан шектелген деп аталады. Міне графикта көрініп тұр. Егер x-тің барлық мәні үшін fx үлкен немесе тең m болатындай қандай да бір m саны бар болса, онда fx функциясы төменнен шектелген деп аталады. Енді, құрметті оқушылар, мына графикқа көңіл бөлеміз. Бұл графикта m саны, көрдіңіздер ме, төменнен шектеліп тұр. Яғни бұл функцияда біздің fx-іміз төменнен шектелген деп аталады. Осы графикті дәптерлерімізге сызып аламыз. Құрметті оқушылар, бүгін сіздер функциялардың қасиеттерінің ұғымдарымен таныс болдыңыздар. Назарларыңызға рахмет.